Сонымен біз заттардың атомдардан тұратынын білдік. Ал енді атомды біз ең кішкентай вообще біздің көзімізге көрінбейді деп жатырмыз ғой. Ал енді затымыздың көзімізге көріну үшін сонда олар жерден миллиондаған миллиардтаған атомдар бірігіп біздің көзімізге көрінеді екен. Енді атомдар негізі бірігіп молекула түседі, молекулалар бірігіп зат түзеді екен. Сонда біз атом ретінде біз периодтық жүйедегі кез келген бір элементті алсақ болады екен. Мысалы сутекті айтсақ болады, оттекті айтсақ болады, көміртекті айтсақ болады, азотты айтсақ болады. Бұлардың барлығы бізде атомдар. Ал енді осы жердегі сутек пен оттек қосылып бізде молекула беруі мүмкін. Сіздерге белгілі ол су молекуласы. Ал енді осы су молекулалары бірігіп біздің кәдімгі ішетін суымызды береді екен. Ол жерде миллиондаған миллиардтаған осы молекулалар бірігеді екен. Сол кезде ғана біздің көзімізге көрінеді. Как будто бір лего ойыншығын алып, лего ойыншығы, яғни ең кішкентай лего ойыншығын алып қоятын болсаңыз да, одан кейін қасына үстіне біз леголарды қосып не алатын болсақ, қосатын болсақ, үлкен болғаннан кейін бізде көзімізге анық көріне бастайды. Тура сол сияқты бұл жерде атомдар, яғни молекулаға бірігеді, молекулалар бірігіп бізге үлкен зат ретінде біздің көзімізге көріне бастайды екен. Сонда біз білу керекпіз, атомдар молекула түзеді, ал молекулалардан зат түзеді екен. Түсінікті ғой? Ал енді кейде заттарымыз бізде бірнеше болуы мүмкін. Ағашты алып қарайтын болсақ, ол бізде зат ретінде қарастырамыз. Ал енді ағаштың құрамында бізде бірнеше молекулалардан құралғаннан кейін барып ол бізде ағаш болады. Ол ішінде целлюлоза болуы мүмкін, су болуы мүмкін деген сияқты. Түсінікті ғой? Яғни осы кезде ғана бізде заттар түзіледі екен. Енді біздер осы заттардың, яғни біз молекулалардың түзілуін түсіндік қой. Енді осы молекулалардың жаңағы айтып өткендей H2O деген түрі бар, натрий 2O, барий О, СО2, алюминий 2O3 деген түрлері бар екен. Енді бұлардың түрлеріне біз қазір нақты тоқталатын боламыз. Неге бұл жерде H2O именно H2O деп жазылады? Неге ол бізде H8 O47 деп неге жазылмайды деген сұрақ пайда болады. Яғни бұл жерде бір белгілі бір реттілік бар. Сол реттілік сақталған кезде ғана біз формулаларды дұрыс жаза алады екенбіз. Сол кезде ғана басқа да элементтер қосылған кезде дұрыс формула шығады екен. Яғни мына әлем бізде белгілі бір жүйелікпен құралған да. Сондықтан да мен сендерге қазір осы нәрсені түсіндіріп өтейін. Жалпы енді судың су болып тұруы оның валенттілігіне байланысты екен. Яғни екі атом бізде бірікті ғой, сутек пен оттек. Осы кезде бізде сутектің валенттілігі бізде рим цифрымен жазамыз. Ол бізде 1 деген бірге білдіреді, ал оттектікі бізде 2-ні білдіреді екен. Енді осының бізде коэффициенттерін мынаның екісін мен мынаның индексіне жазамын, мынаның 1-ін мен мына жерге жазамын. Бірақ бізде 1 деген сан берілетін болса, ол жазылмайды екен. Түсінікті ме? Сол сияқты мысалы мен қазір мына жерге мынаны жазайын, көміртек пен сутекті жазайын. Сутек менде 1 валентті, көміртегің менде 4 валентті. Мынаның 4-і сутектің индексіне барады, мынаның 1-і мына жерге барады, бірақ ол жазылмайды дейді. Сонда бұның формуласы қандай екен? CH4 екен. Мен сіздерге қазір машықтандыру үшін мынандай бір формулаларды берейін. Қараңыздар. А мен Б деп ала берейік, пока что ешқандай элементті нені қатыстырмаймыз. Яғни осындай бір формула берілді. Мына жерде 2 тұр, мына жерде 3 тұр десе. Қандай болады формуласы? Қазір стоп баста өзің жазып көр. Тағы біреу. Мысалы А және Б деп тұр. Мына жерде 4 тұр, мына жерде 2 тұр. Егер де олар бір-біріне қысқаратын болса, қысқартуға болады. Екеуі бізде 2-ге қысқарады. 2-ні 2-ге қысқартасың, ол жерде 1 болады. Мына жерден 4-ті 2-ге бөлесің, ол жерден 2 болады. Мына жерден 1 қалды, мына жерде 2 қалды. Мынаның 2-сі мына жерге, мынаның 1-і мына жерге, бірақ біз 1-ді жазбаймыз. Мына формуласы АБ2 болып қалады. Мынаның 3-і бізде А-ның индексіне түседі, мынаның А-ның төбесіндегі 2 Б-ның индексіне түседі екен. Сонда А3 Б2 деген формула пайда болады. Дәл сол сияқты мысалы мынаны жазып көріңдер. А және Б. Мынау бізде 2, мынау бізде 7 болса қалай? А және Б, мынау бізде 6, мынау бізде 3 болса қалай болады? Енді қазір топ басы өзің жазып көрген болсаң, мынаның 7-сі мына жерге барады, мынаның 2-сі Б-ның индексіне бар. Мынаның мына жерден қысқаратын болса, қысқартамыз дедік жаңа. Не болады? Қысқаратады, 3-ге қысқарады, 3-ті 3-ге бөлесін. Мына жерден 1 болады, мына жерден 2 қалады. Сонда мынаның 2-сі мында барады мінекей. Егер де екеуі де мысалы 2-де 2 болып қалса, 2-2 қысқарады, сонда формуласы жай ғана
А Б болып қалады екен. Меніңше мына нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Енді біз қазір элементтерге тоқталған кезде осы ереже бойынша олардың формулаларын біз дұрыс жаза алу керекпіз. Жақсы ма? Енді қараңыздар. Мына жерде қараңыздар, бізде натрий 2О деп жазылып тұр. Біз жаңа айтып өттік, оттек бізде эквивалент дедік, оның эквиваленттігін жазып қоямыз. Естеріңізге сақтап алыңыздар, осы жерде сутегіміз всегда бізде бір валентті, оттегіміз не? Всегда эквивалентті. Жарай ма? Осы нәрседен исключениені жаттап алыңыздар. Всегда естеріңізге сақтап алыңыздар. Енді оттегіміз 2 дедік, натрийіміз бұл жерде 1 екен. Енді натрийдің валенттілігінің 1 екенін мен қайдан білдім деген сұрақ болады. Бізде периодтық жүйе бар. Сол периодтық жүйеге қарасаңыздар, бізде топ деген нәрсе бар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, және сегізінші топ. Бұлардың, яғни астындағылар, мыналардың барлығы, мынаның барлығы, яғни мына бірдің астындағылардың барлығы бізде 1 валентті екен. Мына 3-тің астындағылардың барлығы не? 3 валентті деген сөз. Сол сияқты мысалы 6-ның астындағылардың барлығы не? 6 валентті деген сөз екен. Иә? Енді сонда бізде натрийіміз бізде қай жерде тұр? Мына жерде тұр. Значит, бірінші топта тұр. Сондықтан оның формуласы бойынша мынау бізде 1 валентті, мынау бізде 2 валентті. Көрдіңіздер ме? Мынаның екісі қайда тұр сонда? Мына жерде тұр. Көрдіңіздер ме? Натрий 2О. Барий ше, барий бізде 2, оттек бізде 2. Міне, барий бізде мына жерде тұр. Міне. Яғни ол бізде 2 валентті, значит, формула бойынша барий 2 болса қысқарып кетеді, сонымен барий О болып қалады. Енді біз қазір сіздерге мыналарды мен қазір бір-екеуін көрсетем, қалғанын өзіңіз жазып көріңіз. Оттекті қараңыз, сразу 2-ге қойып тастайық мынаның барлығын. Оттегіміз біз барлық жерде 2, мына жерде де, мына жерде де. Иә? Күкіртті қараймыз мына жерден, периодтық кестеден қарасаңыздар, ол бізде 6-шы топта орналасқан екен, мінекей. Значит, ол бізде неше? 6 валентті деген сөз. 6 валентті деген сөз. Мына жерге біз 6-ны жазамыз міне. 6 валентті. Енді мына жерге көрінетін жерге жазайыншы. Мынау бізде 6, мынаны 2 деп жаза берейін. Араб цифрымен жаза берейін. Мынау 6 мен 2 бір-біріне қысқарады. 2-ге қысқарады. Мынаны 2-2 бөлесін 1 болады. 6-ны 2-ге бөлесін ол жерде 3 болады. Сонымен 3 болады. Формуласы қандай? SO3 болады екен. Фосфорды қарайсыңдар. Фосфорымыз бізде периодтық жүйенің 5-ші тобында орналасқан мінекей. Значит, ода 5 валентті деген сөз. Мына формуласы бойынша мынауда 2, 2 мен 5 қысқармайды. Сондықтан мына жерде 2, мына жерге 5 болады. P2O5 деген формулаға сәйкес келеді екен. Түсінікті ма? Қазір сіздер қараңыздар, енді сіздің іздеп жатқан элементіңіз егерде мынау қызылдың ішінде жататын болса, мына қызылдың ішіндегі элементтер болатын болса, мысалы темір болатын болса, иә? Қарасаңыздар, менде темір жазылып тұр, мына жерде феррум деп тұр. Енді оны мен осы периодтық жүйеге емес, мен оны периодтық жүйенің артында ергіштік кестесі бар, сол жердегі валенттілікке қарай саламыз. Қараңыздар, феррум 2 плюс деген бар, 3 плюс деген бар. 2 валент деген сөз, және де 3 валент деген сөз. Екеуін біреуін аласың. Мына жерге мен әдейі екеуін де жазып қойдым. Қараңыздар, феррумның 2 валентісі де бар, мынауда 2, 3 валентісі де бар міне. Мына жерде 2 мен 2 қысқарды осылай қалады. Мынаның 3-і мында, мынаның мында бар. Сонда феррум 2О3 деп оқылады мынау. Жақсы ма? Сол сияқты мысалы хромды қарайсыңдар. Хром тоже бізде мына жерде қызыл элементке түсіп қалды. Мен оның валенттілігін не істеймін? Мына жақтағы период кестенің артындағы ергіштік кестеге қарай саласыңдар. Ол жерде не 3 плюс деп тұр, значит ол 3 валентті деген сөз екен. Сонда формуласы бойынша мынау 3, мынау 2. 2, яғни қысқармайды, сонда хром 2О3 болып жазылады. Никельде сондай, қарасаңыздар. Никельде бізде мына жерде тұр. Значит ол бізде неше валентті? Мына жерде қараймыз оны да біз. Так, мына жерде ол жоқ екен. Негізі ол бізде никель 2 плюс деп тұрады мына жерде. Значит, ол бізде неше болады? 2 валентті деген сөз. Мынау 2, мынау 2, 2 мен 2 қысқарады, осылай қалады екен. Түсінікті ма? Сонымен мынау бізде SH4 болады, мынау бізде литий H болып осылай қала береді. Өйткені көміртегіміз 4 валент, мынау бізде 1 валентті. Түсінікті ғой, енді тура осындай сіздерде мына жақта нелер беріледі, тапсырмалар беріледі, сол тапсырмаларды үйде орындайтын боламыз. Жақсы ма? Енді қараңыздар, сонымен бізде валенттілік деген не екен? Валенттілік дегеніміз бұл химиялық элемент атомның басқа химиялық элемент атомның белгілі санын қосып алу қабілеті екен. Сонда бізде жаңа айтып өттік қой басында, екі элемент қосылатын болса, ол жерде не? Молекула түседі деп айттық. Сонда басқа элементпен, атоммен екінші бір атомның элементтері қосылады да молекула болады. Сонда молекулалар осындай екі атом бір-бірімен бірігіп көп молекула түседі да, и содан кейін жаңа біздің көзімізге көрінетін кез келген бір затқа айналады екен. Түсінікті ғой? Сонымен
Мен бұл жерде айтам, негізі валенттілікті как будто бір элементтің қолдары ретінде түсіну керек, бірақ бұған бұйырса бізде алдағы уақытта химиялық байланыс деген сабақ болады, сол жерде жақсылап тұрып осын тағы да түсіндіретін боламын. Жарай ма? Енді қараңыздар, бұл жерде бізді формулаға қатысты мынандай нәрселерді біз есте сақтап қалу керекпіз. Егер де формуланың алдындағы сан бар болатын болса, оны біз коэффициент деп атаймыз. Ал енді мына жердегі бүйірінде, төменгі бүйірінде тұратын болса, оны біз индекс деп атайды екенбіз. Мысалы H2O десем, 2 бұл жерде индекс. Бірақ бұл жерде 1 деген сан бар деп айттық қой. Сондықтан оның индексі қандай? 1 деген сөз. Ал енді алдында 3 деген сан тұратын болса, бұл коэффициент болып табылады екен. Жарай ма? Осы нәрсені не істейміз? Естен шығармаймыз. Сосын мына үй тапсырмасы ретінде мыналарда жаңағы мен берген тапсырмаларды орындаймыз, иә? Енді қараңыздар, сіздерден андай сұрақ болуы мүмкін. Ағай, валенттіліктердің мен мектепте оқып жүрген кезде, олардың ауыспалы валенттілік, тұрақты валенттілік деген нәрселер бар еді ғой деуіңіз мүмкін. Иә, ондайлар бар, бірақ мен сендерге қазір ол нәрсені емес, просто осы периодтық кестені қолдану арқылы ғана формуланы дұрыс жазып үйреніңіздер болды. Ал қалған ауыспалы валенттілер қай кезде ол ауыспалы болады, қай кезде оның басқаша жазылады деген сияқты нәрселердің барлығы біздің сабақ барысында айтылады. Тем более ол бізде ОБТ-да айтылып қояды негізі. Жақсы ма? Сондықтан оған қатты бастарыңызды қатырмаңыздар. Негізі тұрақты валенттіліктерге не жатады десеңіздер, оларда жаңағы бізде бірінші топта орналасқан элементтер, сосын екінші топта орналасқан элементтер және үшінші топта орналасқан элементтер. Иә, міне қараңыздар. Осылар бізде неше? Бірінші, екінші, үшінші топтың элементтері екен. Одан бөлек мына жерде айнымалы валенттілік, жаңа айттық біз ауыспалы валенттіліктер бар дедік. Мінекей оларды да жазып қойдым. Бұны да дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар, мүмкін керек уақыттарында қарап отыруға болады. Бірақ бұл қазір қатты бір фокус қоятын нәрсе емес. Сіздер жай ғана просто формула жазуды үйренсеңіздер болды, иә? Былай қысқартып, қосып, алып деген сияқты формуланы білсек, бізге жетіп жатыр соның өзі. Жарай ма? Жақсы ма? Енді мен келесі сабақты өзімнің жаңағы Кореяда жалғастырғым келіп жатыр. Сондықтан келесі сабақ бізде Кореяда болған сабақ. Дәл осы сабақ, бірақ осының жалғасы Кореяда болады. Жақсы ма? Келесі сабақты қара.